Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Лимонның пайдасы мен зияны. Пайдалы қасиеттері арқасында лимон бүкіл әлемге танымал болды. Біздің ағзамыз мұндай жемістің қажет етеді. Бірақ оны пайдаланудың шегі бар. Өйткені шамадан тыс қолданған жағдайда организмге кері әсерін тигізуі мүмкін. Пайдасы. Лимонның құрамында аскорбин қышқылы көп мөлшерде болғандықтан, ол қартаюды баяулатады. Онкологиялық аурулардың дамуын кедергі жасайды. Холестеринді ағзадан шығарады және денеге қуат береді. Суық тиюдің немесе тұмаудың алдын алу үшін қолданылады. Құрамындағы дәрумендер иммунитетті нығайтады. Нәтижесінде адамның ағзасы аурумен тиімді күресе алады. Сондай-ақ оның көмегімен дене температурасын түсіруге болады. Лимонның шырыны стрессті қарсы тұра алады. Оның көмегімен көңіл-күйді жақсартып, эмоцияларды, жарылыстарын азайтуға болады. Лимон асқазанға пайдалы. Ол ішекті тазартып, токсиндерді шығарады және зиянды бактерияларды жояды. Лимон шырынының косметологияда кеңінен қолданылады. Оның негізінде көптеген маскалар жасалады. Макро және микроэлементтер арқылы май бездері қалыпқа келтіреді. Терінің ылғалдандыруы сақталады. Безеуді кетіруге және әжім мен қартаюға алдын алып, белсенділік көрсетеді. Егер ангинаның алғашқы белгілері байқалса, тамақты лимон шырынымен шаю ұсынылады. Бұл процесс әр 3 сағат сайын қайтарылуы керек. Құрамында кальций қан қысымының нормаға әкеледі және миды нәрлендіреді. Сонымен қатар сүйектерге кальций сақтайды. Зияны. Бұл цитрус жемісін аллергияға бейім адамдарға, жүкті және емізетін әйелдерге, кішкентай балаларға және бүйрек ауруларына зардап шегетіндерге жеуге болмайды. Өте қышқыл болғандықтан асқазанды тітіркендіріп, сол себеп ұйқы безіне қызметін бұзылады. Ұлтабарға ой-жара салады және энтерит ауруына пайда болуы мүмкін. Лимон көптеген емдік қасиеттері бар. Пайдалы жеміс. Ол тек дұрыс пайдалануды білу керек. Сіздермен болған мен Әсия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.